Жануар азық үшін торға түседі. Ата-ана бала үшін отқа түседі. Ата-ана баласының санасын исламмен нұрландырып жаратылыстанумен көзін аштырса, бұдан артық тәрбие жоқ. Сонда ғана бағыттаған тәрбиесі баласына пайда береді. Ата-анасын ардақтамаған ол нағыз қылмыскер. Ешбір ұлдың анасына бейжай қарамауына құқы жоқ. Әкеде де әке, балада да бала бар. Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш-жігеріңді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Ата-ана қадірін білмеген халық қадірін біле алмас. Халық қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы, жаманы қайғысы, азап соры. Ата-ананы ұмытқан жас опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы. Сен ата-ананың үміттісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Ата-аналарының дәстүрдің былықшылығына белшесінен батқаны соншалық, өздері білетінен басқа ештеңені білгілері де, естігілері де келмейді. Жақсы перзент ата-ананың қолындағы аманат. Сенің ата-анаң менің ата-анам, менің ата-анам сенің ата-анаң. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасыма айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрысады. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек қана өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп жатыр. Өмірде ата-ананың орны өте биік, бірақ достық пен махаббатыңда өз орны бар. Ана жүрегі тым терең, сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Әркімнің туған тілі, туған шеше, оған бала міндетті сан мың есе. Ата-ананың ақылы қазулы қара жолмен тең. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман. Алғысыздық ең жексұрын, бірақ сонымен бірге ең алғашқысы бұл балалардың ата-анасына деген ризашылығы. Ата-ананың тілегінің қандай екені жөнінде өзіңе айқын есеп беруге тиістісің. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Ата-бабасын сыйламау азғындықтың айқын белгісі. Ата-аналар балаларына сыйлы болуға тиіс, бірақ сый-сияпат сүйіспеншілікпен туындауы қажет. Аллаға сенің жаққаның, ата-ана көңілін тапқаның, жасыңнан қылып қызметін, қартайса бағып қаққаның. 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп ана болмас. Ата-анаға деген сүйіспеншілік пен құрмет қасиетті сезім екені даусыз. Ата-ананың махаббаты ең риясыз махаббат. Ата-анамыздан біз ең үлкен және баға жетпес сыйлық өмір алдық. Олар бізге күште махаббатты да аямай өсірді.
Ал енді олар қартайып ауырып жатқанда оларды емдеп шығарып салу біздің міндетіміз. Ата-анаға деген сүйіспеншілік барлық ізгі қасиеттердің негізі.